Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Anas radallahu anhu aytadi, "Xodimtu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 10 sinin, fama qala li uffin qattu." Ya'ni Anas radallohu anhu aytadi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga 10 yil xizmat qildim dedi. 10 yil xizmat qildim dedi. Ya'ni bilamiz, anasi kelib Anasni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga, ya'ni men sizga hech qanday жасайтын жақсылығым қолымнан келмейді, тек қана осы баламды бере алам dedi. Ya'ni Anas radallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga 10 жыл қызмет қылды. Сонда айтады, 10 жыл қызмет қылған ішінде пайғамбар саллаллаху алейхи маған бірде-бір рет уф деген нәрсе айтпады деді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи бір нәрсені ұнатпаса да ешқашан нестемеген, дөрекілік көрсетпеген. Кейін айтады, "Ва ма қала ли шайин санаътуху лима санаътуху ва ли шайин тарактуху лима тарактуху." Яғни бір нәрсені істесем, неге олай істедің деп айтқан жоқ деді. Яғни бір нәрсені сөгу секілді, ол нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан көрінбеген еді. Және де егер бір нәрсені істемей қалсам, неге оны істеген жоқсың деп мені былай айтқанда қатты бір сынға ұшыратып айтпаған деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мінезі сондай еді, қарапайым қызметкердің өзіне де өте жұмсақ еді. Ал бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ұқсау, еру, әсіресе осы ақлақ мінезде біздің міндетіміз. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи мінезі осындай еді. Вакана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ахсана наси хулуқан деді. Және де Анас радаллаху анху айтып жатыр, 10 жыл қызмет қылған қызметші айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл адамдардың ішіндегі ең көркем мінезі еді деді. Яғни бізге пайғамбар саллаллаху алейхи ұқсау керек болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көретін болсақ, оған не істеуіміз керек? Ұқсауымыз керек. Абдулла ибн Умар радаллаху анху айтады, "Лам якуни набию саллаллаху алейхи вассалам фахишан ва ла мутафахишан" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай сөйлеген кезде жаман сөздер, дөрекілік қолданбайтын еді деді. Бұл бізге үлгі, үлкен өнеге. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашан дөрекі сөйлемеген, және де жаман сөздер қолданбаған. Әсіресе біздегі қазір мысалы боғауыз бола ма, немесе қарапайым сондай кейбір мысалы әлеуметтік желі жүргізген кезде мұсылман адам сөйлеген сөзіне мән беру керек. Дөрекілік секілді, немесе қазіргі мысалы көшенің тілінде қолданатын сондай бір ыңғайсыз сөздерді мұсылман адам қолданбауға тырысу керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ондай болмаған. Және де сөйлеген кезде пайғамбар сондай шешен сөздерді қолданатын болғанды. Сондықтан да мұсылман адам, әсіресе көпшіліктің алдына шығып жүрген адам, басқа адамдар одан үлгі алатын адам ретінде шығып жүрсін бе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам секілді бол. Яғни сөйлеген кезде өте сондай әдебиетті, сондай әдемі сөздерді қолдан. Дөрекілікті, немесе сондай жаман сипатпен танылған адамдардың сөзін қолданба. Және де айтады, "Вакана яқулу саллаллаху алейхи вассалам", және де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге айтатын еді деді, "Инна мин хиярикум ахсанукум ахлақан" деді. Сендердің ең жақсылардың көркем мінезділерің деді. Яғни адамдардың ішіндегі, немесе басқа хадисте келген секілді, қиямет күні таразыда ең ауыр болатын, салмақты, сондай сауапты болатын амал адамның көркем мінезі. Яғни кейде мысалы адам уайымдайды ғой, мысалы жәннатқа кіргізетін қандай амал істесем екен деген секілді. Ол негізі қиын емес. Сен көркем мінезді болды. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сипаттаған кезде де сондай, мысалы кейбір сондай дінсіз адамдардың өздері мойындағанды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға егер де Құран түспегенде дейді, Алла тағала оған Құран түсірмей-ақ та, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көркем мінезінің өзі оның шынайы пайғамбар екендігіне дәлел болады дейді. Сондықтан да Құран түспей-ақ қойсын дейді, тек қана пайғамбарымыздың көркем мінезі сондай болды дейді. Соның өзі адамдарды дінге келтіруіне жеткілікті еді деді. Діннің ақиқат екендігін көрсететін бір таразы еді деді. Сондықтан да мұсылман адам көркем мінезді болу керек. Және де мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек қана мысалы сахабалармен емес, бүкіл өмірінде көркем мінезді болды. Ал ол болатын болса, ғалымдарымыз айтады, бұл жаңағындай өзін бір ерекше көрсеткісі келетін адам, өзінде жоқ болған сипатты, ол күндердің бір күнінде не істеді, ішіндегі бір, былай айтқанда табиғаты көрініп қалады дейді бәрібір. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келгеннен бастап кеткенге дейін бірде-бір рет ондай көрінбеген деді. Ол нәрсе мүмкін емес дейді. Адамда егер ол нәрсе болмаса, өзінде ол өтірік нәрсені шығару мүмкін емес. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көркем мінезділігі ол жаратылысынан деді. Сондықтан да біз де жалпы не істеуіміз керек? Құранда Алла тағала айтқандай, егер де Алла тағаланы жақсы көрсеңдер, пайғамбарға еріңдер деді.
пайғамбарға ердір. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай өте ақлақ мінезі көркем еді, және де сахабалармен де, отбасы бала шағасымен де, немесе басқа хадисте келген секілді, сендердің ең жақсыларын үйіндегі отбасы бала шағаларына жақсы болғандарын деді. Сондықтан да мұсылман адам барынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ұқсауға әрекет жасау керек. Әлбетте бұл нәрсе Алланың разылығына және де күнәлардың кешіруіне септігін тигізеді.